Ал, біз онда тұрайық. Рахмет. Рахмет келгендеріңізге. Балам, сен такси шақырдың ба? Қазір шақырамын. Қайдағы такси? Сіздің баламызға партизет машина не болған? Бар машина қыздыра бер, бар. До конца маршрута двигайтесь 57 километров. Айналайын қарағым-ау, қара Танчо, осыра біздің Серіктің әйелі бар ғой, Айнангөз. Сол күнде неше түрлі киімге деген үйінде. Көйлектерін ауыстыра береді, стильный бірдеңелер киіп ала деген. Сен бір киімді бір апта киесің ғой, бір ауыстыруға болмай ма? Ал сіз білесіз ба, сол Серік әйеліне апта сайын киімге 30 мың, косметикаға 20 мың, маникюріне 10 мың теңге береді. Ол сол үшін күніге ауыстырады киімдерін. Сен негізі табиғи сұлусың ғой, Танчо. Мына сұлу. Ойыншы жылау, жылайтып жүр. Ысырап қып ақшаны оңды-солды шашып не қыласың да, әбәдем жарасып тұр. Ладно, бір көйлек алып берем. Неменеге бастадың ғой сен? Бір көйлек болды. Сенің диплом алған досың. Ал диплом құтты болсын. Рахмет. Там байғазы бермейсіңдер ма, суретке түсейік та, брат, қызыл диплом дейші, суретке түсіп брат, диплом алдың ғой, енді істейсің. брат, менде бизнес қой. Дипломды жай ғана грант үшін оқығансың ғой. Прикинь, брат, қызыл диплом алуға 1 балл жетпей қалды ғой. Былайша басқа жұмысым бар, просто диплом екінші вариант қой. Көреміз ғой енді. Апайлар диплом алмайсың, атақ алып алғансың ғой. Міне диплом сандықтың астында жататын болды ғой, Қандай диплом алдың ғой, енді істейсің? Бәрібір дипломмен жұмыс істемеймін ғой. Басқа нәрсе айтшы. Просто парадайз по району мы идем, что не ночь, то танцуем, что не день, то поем. Американдықтар табиғатта. The September is a crossroad and exercise practice. Тауға шықпа қал біраз уақыт. Орыстар табиғатта. Красивое место, да? Водку взял? Да. Колбаса взял? Где жена? Дома стою. Я хорошо. Қазақтар табиғатта. Жеттік па, Осы жер ма? Суға өледі анау, Асылма дейм. Ана, өлтіресің ол. Аюға бар басылып атқансың, жынды екен ғой. Бала саған жинақ қайтамыз болды. Қайтамыз жүріңдер бәрі. Сен бұлармен келудің қажеті. Уақыттың қалай өткені. Это Манас. Мана. Очень умный мальчик. Не курит, не пьет, по клубам не ходит. С девушками не встречается. Не будьте как Манас. А чё, брат? Зайба өмір сүрген. Чорт, сушняққа бар қатшы. Болсайым. Уақыттың қалай өткені. Дұға қазы, айтпашы, Айканың туған күні ғой, білесің бе? Қош? Сағат 7-ге шақырды. Қош? Барып қайты, сені де шақырып отыр. Бірге барып қайты? Жақсы, давай. Caroline, all the guys would say she's mighty fine. But mighty. Жігіттер, свободный киім шығамыз деп айтпайсыңдар ма? Дайындалып шықтық қой. Мынау костюм құдалыққа баратсың ба сен? Галстук алған ғой. Алло? Ертең Тиманың туған күні ма не? Все, барамыз ғой. Все, жақсы. Білем, классикамен шығамыз деп айтпайсыңдар ма? Свободный шықтық. Малсың біз? Қанаттың туған күні деп айттық қой, балдардың бәрі классика киіп шығамыз деп. Қазан ошақтың басында жүресің. Біз қыздармен яқта. Үйленбей жүргендерге көп қойылатын сұрақтар. Осыған дейін неше рет жігіт жолдас болдың? Үйленбей жүргеніңе қарағанда бұрышқа көп отырып қалғансың ғой деймін. Брат, класстастарының уже 3-4 бала шағасы бар шығар, Үйленбей жүргеніңе қарағанда оң қолың мықты болып тұр ғой,
Сен осы 30-ға келіп бір қылшылдаған қыз алайын деп тұрсың ғой. Осы сен үйленбегеніңе қарағанда анандай емессің ба? Осы бұрын жүрген қыздардың бәрі тұрмысқа шығып кеткен шығар өзі. Yine hasretli bir güne giriyorum hayalinle. Ama tek saya kumbaza. Менің болмайтын нәрсеге мақтанатын досым. Ладно, кәме аяғым сасымайды ғой. Жын оны не үшін мақтамай тұрсың? Просто аяқ саситындар көп қой. Просто қалай жүреді деймін, түсінбеймін бар ғой, родной. Прикинь, жаңа келе жатырмын ғой, жерден 10 теңге тауып аласың ғой, прикинь. Қыршы жынды ма? Родной, еще 2 тауып 5 теңге алып қой, просто везучий адаммын ғой, родной. Прикинь, айлығымды қайда жұмсаймын деп уайымдамаймын ғой, дым ше. А чё? Просто 600 теңге кредитім бар, дым уайым жоқ, рахат, кайф қой, родной. Родной, прикинь, кеше экзамен тапсырамын да, дайындалмай барып 3 алғансың ғой. Не үшін мақтанып тұрсың? Зато өз күшіммен алдым, родной. Родной, сенесің ба, сенбейсің ба, өзің бі. Бірақ бір ғой мен қызым байтасың өрге темек шегем ғой. Қойш? Еще мальбра ғой, прикинь. Еске. Родной, прикинь, коронавирустан қорғанатын маска сатып ақша көтеріп алғансың ғой. Адың өтірік ақша ма? Дұрыс қой коронавирусты өтіріп қойынды. Нің жанашыр досым. Родной, жүдеп кеттісің ғой. Bir күнде 24 сағат болса, сен 25 сағат жұмыс істейсің ғой, бауырым. Хотя бы бір мезгіл демалсай, бауырым, жұмыс істей бермей. 5 істей бермей, родной, осы неге осы газировканы іше бересіңдер, су алып ішсеңдер, таза денсаулықтарыңа пайдалы. Родной, дөңгелегіңді ауыстырмайсың ба? Лысый болып қапты ғой, родной. Намен бетон қашсаң біттің ғой, саудан сен конькитемен депсің ғой, намен досым. Сонымен, короче, кет. Неғып лақтырып атсың енді досым? Жандарың ашсын да, осыны үлкен кісілер жинайды ғой, әкелерімізбен жасты. Ше жандарың ашылмайды екен. Родной, кеше сен қызы клубтан көрдім ғой. Ой, клубқа бармайды ол. Просто бауырым, жаным ашығанның айтып жатырмын, өздерің қарайсыңдар ғой. Қойшы айналайын, өтір жаның ашымай қойсыншы ма? Жаның ашысы қарызын берсей. Бауырым, просто қарызыңды берейін десем, жаным ашығаннан бермей жүрмін ғой. Берсем шығып кетейін депсің ғой тағы да сен. Қойшы дейші, не деген әңгіме ғой? Shut up, chicken! Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Марат Тамада асаба шоумен сіз ба? Иә. Зорға таптым да. Тойлардың закладтарын атмена болған соң беріп жатыр едім, қайтарып беріп жатыр. Иә. Жама ұзаққа кетіп қапсыз ғой сіз. Сонда да тауып алып тұрсың ғой сен. Көріңізші, 29 июль, свадьба. 29 менде сүндет той деп тұр ғой. Сіз қай жылды көріп отырсыз? 2020? 17 ғой менікі, 17. Өтіп кеткен той ғой? Иә, 3 жыл алдым. Сіз жүргізіңіз ғой, еріп бердіңіз ғой, сол зор той өтіп еді. Соны закладын беріңізші. Оның заклад берілмейді ғой. Атмена отқан тойлардың заклад беріледі ғой. Қайтармай ма енді? Ол сен қайтарылмайды ғой. Онда сол кездегі тойым атмена. Закладын бере салыңызшы, карантинде ақша керек. Қуасың ба, не айтып отырсың? Бермейсің ба? Жоқ, бермеймін. Сұлу? Не үшін келіп Қылышбек мен сен көргім келмейді, кетіп бат. Ойбай, жаным, не болып қалды? Кеше достарың көзінше маған көтенчик деген не, сен басын істей ма? Енді еркелеткенім ғой сені. Сен хотя басқа жігіттер сияқты қошақаным, құлыным, ботақаным деп айтсаң болар еді ғой? Енді үйтіп еркелететіндей сен мал емессің ғой, жаным. Кетіп бар, көргім келмейді сені. Как будто көтенчиктен басқа сөз жоқ сияқты. Енді көтен десем ұят болады ғой. Сен еще маған көтен деп айтан дедің ба не? Жоқ, жаным, шықсай далаға. Сені еркелететін бір күшті сөз ойлап табамыз. Бар кет, жоғал, мен по-любому шықпаймын саған. Точно шықпайсың ба? Точно шықпаймын. Действительно көтен екенсің. Қылышбек, тоқта. Қылышбек, көтеншік деп айта бер, көтеншік болам сен үшін, Қылышбек. Денсаулық болсын. Мен вообще ауырмағым ғой, братаншы. Укол, дәрі деген вообще ондай алып көрмеген ғой. Пайди бар ғой мынан дейді. Ұстай салам ба, денсаулық жетеді. Көршіңіз? Не істейсің ол? Братан 23 бутылка ішемін, мас болмаймын. Денсаулық жетеді. Не іштің? Бар жумиға да мас болмайды. Бутылка 23 бутылка іш, оңай ма? Андреевсенке қатысқан чемпион балдар қол күресіне алып тастайсың ғой. Кеше сол қолмен күрес. Сынған бұл қол.
да в общем бараса паразу деймін ғой тұрмай қалды короче кім ол бір қыз сестренкаге тиіскен ба алдында қандай шишняк алайын горилла алсайын ба жоқ инақа асусы без газым с лимоном аласың лимон бөлек аласың короче неге сен качок болмайсың денсаулық жетеді ғой сен жоқ инақа качоктар чисто публикаға жұмыс істейді біздікі техника ғой Жақын достарым қасымда